Көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайын. Неғұрлым пакетіңізді 500-ге көтерсеңіз, соғұрлым жақсы. Неге десеңіз, көретін пайдаңыз осы. Егер пакетіңіз 2,5-ға өссе, 2,5-ға, мына жерде пакет үстіне қосылып 2,5-ға өссе, немесе 2,5-ға көтерсеңіз пакетті, ол кезде 80%-пен шығарасыз. Мына жерде 20% болады. Егер пакетіңіз 5,000-ға көтерілсе, 90% болады. Мына жерде 10% болады. 10% халыққа маркетингке бөлсеміз, 90% өзімнің пайдам. Бұндай жобаны мен көрген жоқпын, басқа жобаларды мен көрген жоқпын, бұндай жаңағы 90% таза прибыл беретін. Керісінше басқа жобаларда 80%, 90% өздеріне алады. Ал мына жерде сондай жерде жұмыс жасап отқан әріптестерге 20% қана береді. Сонда халық компанияны байытады да өздері байымайды. Сол үшін де адамдардың көбісінің жаңа сетевойда ақша жоқ, анау мынау дейтін себебі соған мән беріңіздер. Ал мына жерде таза алгоритм, математикалық алгоритм. Осы жобаға қосылсаңыздар, көп нәрсені үйренесіздер. Яғни оның ішінде қаржылық сауаттылықты үйренесіздер. Биржа деген не, криптовалюта деген не, қандай жобамен айналысқан дұрыс, мына алгоритмді қалай есептейді деген сияқты соның бәрін үйренетін боласыздар. Сол заман келіп қойды. Біреулер айтады, ой, мына математикаға ешкім ақша салмайды, ешкім сенбейді дейді. Ол енді түсінбеймін. Ешкім салмайды емес, салады. Міне салып жатыр, көріп отырсыздар, куәсі болып жатсыздар. Бес саусақ бірдей емес. Көрдіңіз бе? Ондай нәрсені мидан алып тастау керек. Бұл прозрачный жоба, таза бизнес, шынайы бизнес бұл айтқан кезде. Кімде-кім осы жобаға келіп миллиондардың иесі болғысы келсе, миллиондаған табыс тапқысы келсе, мен ойлаймын, осы жобаға келсе, осы жобамен тұрақты айналысса, ешқайда бұрылмай. Кез келген әріптесте шанс бар жағдайларын жасап алуға. Себебі осы жобада қаншама әріптестер минустан плюске шығып жатыр, осы жобадан айналысып, кредиттерін жауып жатыр, қарыздарын жауып жатыр дегендей, күніне 50 мың, 100 мың, 500 мың тауып отырған әріптестеріміз жетерлік. Қараңыздар, осы маркетингті қараңыздар, міне кітап арнайы түсіндіруге арналған керемет. Міне осы жобаның негізін қалаушы Қанишат мырза, міне бұл жобаның істеп жатқаны 2 жылдан асып кетті уже. Біздің табыс табу табарымыз, құралымыз, жалпақ тілмен айтқанда, бұл матик. Матик деген ол криптовалюта, интернеттің ақшасы, бұл айтқан кезде, кәдімгі ақша. Біз сонда ақшамен жұмыс жасаймыз бұл жерде. Біз бұл жерде товар сату алумен айналыспаймыз. Біз тек қана ақшамен табыс табамыз. Міне көрдіңіз бе? Матикпен ақшаны саламыз, матикпен табысты шығарамыз. Ешқандай неге бағынбайды бұл. Керемет, айтарға сөзім жоқ. Жалпы бұл жобада 6 түрлі табыс көзі бар деп айтамыз. Одан да көп табыс көзі. Матиктің өскен курсынан да табуға болады. Және мына кімде-кім пакет алатын болса, бұл жоба 30 команда береді. Яғни 30 адамды тіркеп береді санаулы уақытта. Қандай жобадан көрдіңіз? Ондай жобада жоқ, басқа жобада. Осы жерде бар. Шынайы барлығы. Айта берем. Маркетинг бойынша міне 20 линияға дейін табыс төлейді. Өзіңіз ойлаңыз, 20 линияға дейін. Мынаны қараңыз. Енді мен және бұл жердегі табыстар қайталанып түседі. Міне спонсордың шығарған сумасынан табыс төлейді. Басқа жобада жоқ. Ондай қарай берсең, артықшылық, айырмашылық өте көп. Дұрыстап түсінген адамға, маркетинг іздеген адамға, ізденісте жүрген адамға. Міне тап-таза бизнес. Міне пакеттер, пакеттің артықшылықтары жаңа. Не үшін пакетті көтеріп жатыр? Міне көрініп тұр барлығы. Қарап шықсаңыздар болады. Керемет, енді айтарға сөз жоқ. Біз қалай табыс табамыз десеңіз, осыны оқып алсаңыз болады. Әріптестердің салған суммасынан да пайда көреміз, пакет алып жатқаннан, және сол әріптестердің әрқайсының кабинетінен шығарған суммасынан да пайда көреміз. Вывод, вход дейма, не дейді орысша? Бұл айтқан кезде бізде осылай. Басқа жобаларда ақша сал десе, бізде наоборот ақшаны кабинеттен шығар дейміз. Өйткені қаншама әріптестердің шығарған суммасынан біз пайда көреміз. Демек, біз ақша шығарған кезде қаншама әріптестерге бөлсеміз. Мысалы, мен ақша шығаратын болсам кабинеттен, халыққа бөлсем. Нақтылап айтатын болсам, мысалы, мына жерде 52 матикті шығаратын болса, ол 2-ге бөлінеді. Мысалы, пакеті 500 болғаннан кейін, міне 52-нің 30%, 14 матик ол пакетіне қосылады, және бұл халыққа маркетингке бөлініп кетеді, жаңағы маркетингке таблицадағы. Міне осы ақшаның 60% осы халыққа бөлініп кетеді маркетингке, міне 20 линияға. Ойлаңызшы. 30% 30 адамға бөлінеді, 1%-дан, 10% спонсорға бөлінеді.
көрдіңіз бе қандай шынайы жоба. Наоборот, бұл жоба бізге, керісінше бұл жоба табысты бізге беріп жатыр. Сетке берілген 100% табысты біз халыққа беріп жатыр. Өзіне ешқандай табыс алып отқан жоқ, байқасаңыз. Егер осы жоба ұнаған болса, қараңыз, көріңіз, хабарласыңыз, сұраңыз, біліңіз, біздің обучениеге қатысыңыз, білім алыңыз, дамыңыз, өсіңіз, көтеріліңіз. Бұл жобада көтерілу мүмкіндігі өте көп және тез. Салыстыратын болсақ, мына жерде салыстырып қойған, қарап отырсаңыз, бұл жерде қайта-қайта ақша салу жоқ, тауар алу, сату деген жоқ, терминация деген тоже жоқ, былай айтқан кезде бал жинайсың деген әңгіме жоқ. Келесіз, пакетіңізді аласыз стратегия бойынша. Стратегияны көрсетемін. Міне жаңадан кіретін әріптестерге мынандай стратегия бар, мысалы 100 матик, 50-50 барлығын қосқанда примерно 300 матикпен кірсе, ол керемет. Бұл бір-ақ рет салады, солай табыс табасыз. Немесе екінші стратегия мынандай 200, 100, так, 200, 300, 600 матик, оны 1000 матик общий. 70% пакетті көрдіңіз бе? Осындай стратегиямен орын аласыз да, өзіңіздің әрекетіңізді жасап, командаңызды құрып, миллиондаған табыстың иесі боласыз. Оған сомнение болмасын, егер жақсылап әрекет жасайтын болсаңыз. Міне осылай табыс табасыз, мысалы үйде отырып, ешқайда бармай-ақ, офистің де керегі жоқ. Міне онлайн табыс, офлайн ақша. Керемет па? Әрине керемет. Біздің қолданатын кошелектер MetaMask кошелек, кәдімгі керемет. Сіз жасағыңыз келіп қызығып тұрсыз, бірақ айналаңыздағы адамдарға айтқан кезде, жаңа достарыңызға, олар күледі, прикол ұстайды, өй өтірік дейді, сенбе дейді, лохотрон дейді. Ондайлар басқа жерде бар. Ондай адамдардың сөзін ерсең, ешқашан жетістікке жете алмайсыз. Міне алғашқы қадам бізге қиын. Әрине неше түрлі адамдар бар, негативтерін айтады, сосын сен ойланасың, толғанасың, арада көзді ашып жұмғанша бірнеше уақыт өткізіп аласыз. Сол себепті өзің әркімге қарамай әрекет ет, сонда ғана жетістікке жетесіз дейді, міне баспалдақ бойынша. Көрдіңіз бе? Ел не демейді деген сияқты, әркімнің сөзін тыңдай берсеңіз, уақытыңыз бос кетеді деген сөз. Ал уақыт ол ақша. Әр уақытымыз, әр минут, секундымыз ақша болу керек. Көрдіңіз бе? Сонда жетістік болады. Соған да мән беріңіз. Сіз тыңдаған ақпаратты ол адам тыңдаған жоқ, ал бірақ сіз тыңдаған ақпаратты ол адамға толық түсіндіре алмайсыз. Сол үшін де сол таныс адамыңызды бізде обучение болады күнде сағат 8-9-да, соған қатысыңыз, сол жерден білет, сол жерге қатыстырыңыз және өзіңіз қатысыңыз, білім алыңыз. Бізге білім керек. Бізге именно қаржылай білім керек. Қаржылық сауаттылық керек. Ал сол қаржылық сауаттылық осы жобада бар. Міне Matic Basket жобасы мүмкіндікті көрсету. Мен сіздерге қолымнан келгенше қысқа нұсқа мүмкіндікті көрсеттім. Криптовалюта, орысша айтқанда цифровой деньги, қазақша айтқан кезде интернеттің ақшасы. Осы криптовалюта әлемді таңғалдырып жатыр, өзгертіп жатыр, ол рас. Сондықтан да қараңыз.